Қазақта нағашы мен жиен, жеңге мен қайны, жезде мен балдыз арасындағы секілді жиен мен нағашының арасында да ойындар бар. Бұл ойындардың негізгі мақсаты ел мен елді сіңістіру, әзілін жарастыру, бөлексіндірмеу мақсатында болатын. Ал енді қазірде осы бір жиендік деген біздің салтымызды кей кезде дұрыс орындай алмай жүрміз. Неге? Себебі біздің түсінігімізде жиендікті нағашыңның елінен бар да жасай бер деген түсінік бар. Ал қазақта жиендік 3 ретке дейін жасалады. Не мәрттік жиендік 1 рет жасалады дегенде қанатты сөздер бар. Енді жиендік қалай жасалушы еді? Жиендіктің қайтарымы қалай болатын еді? Жиендік жасалғаннан кейін ол нағашының елінен барып жылқысын мініп кетсін, басқа да заттарын алып кетсін, әйтеуір осы алған заттық дүниенің қайтарымы болатын. Яғни бір жиен нағашысынан барып мысалы бір қасық алды дейік. Жиендікке қасық алып кетті дейік. Енді бұның қайтарымы қалай болады? Қасық алып кеткен жиені кете берсін, нағашысының елінде бір кездерде той болуы мүмкін, не басқа да бір қиын жағдайлар болуы мүмкін. Осындай бір шара басына түскенде нағашы жиенін күтетін. Егер жиені келмей жатса, ауылдың сыртына шығып жиеннің еліне қарап отырады екен. Сонда сол ауылдың жастары келіп амандасып, мән жайын сұрағанда, мен той жасағалы жатырмын, осы тойдың үстінде жиенімді күтіп отырмын дейді екен. Сонда ауыл жастары жиенінің нағашысына қарыздар екенін біліп, жиенінің еліне барып хабарды береді. Жиені баяғы алған қасығы есіне түсіп, мен нағашымның жиендігін қайтарайын деп, дәл сондай бір қасықты алып келуі мүмкін. Сонда нағашы риза болып батасын берсе, онда жиендігі кешкені. Ал егер жоқ, мен бұған риза емеспін, менің кезіндегі қасығым өте жақсы қасық еді десе, жиендігі одан да бір құнды нәрсе алып келуі мүмкін. Тағы да нағашы, ол қасығым кезінде киел еді, немесе басқа еді, ол ата-бабамнан келе жатқан қасық еді дейтін болатын болса, тағы да бір нәрсе алып келеді. Яғни оның үстіне үстемелеп алып келіп отырады. Қашан нағашы батасын бергенше, жиені осылай оның көңілін табу үшін жиендігін алып келіп отырған. Ал қазірде осы біз жиендіктің өтеуін ойластырмай, нағашымыздың еліне барсақ ала береміз деген түсінік бар. Сонымен қатар нағашы еліне жиені келіп жылу жинауға жол берілмеген. Неге дегенде, адам бір қандай да бір қиын жағдайға түсіп қалса, жылу жинайды. Сонда нағашының еліне барып жылу жинауға тыйым салады. Егер жиені, мен осындай бір жағдайға душар болып едім, жылу жинап жатырмын деп айтса, немесе жиеннің елінен хабаршы келіп, жиеніңіз осындай бір қиын жағдайға түсті, соған жылу жинап жатырық десе, нағашы шамданып, біз жиендік бере алмайтын ел емеспіз, жиенімізге жылу жинайтын ел емеспіз, бұл бізге сын болады. Сондықтан біз жиенімізге өзіміздің жиен сыбағамызды береміз деп, оған әлеуметтік жағынан көмектесіп отырған. Сондықтан жиендік жасау және жиендіктің қайтарымын білгеніміз абзалырақ болар.